Жанғожа Нұрмұхаммедов бастаған Сырдария қазақтарының көтерілісі. Құрметті балалар, бүгінгі тақырыбымызда 19 ғасырдың ортасында қазақтардың Хиуа, Қоқант және Ресей отаршылдығына қарсы бағытталған Жанғожа Нұрмұхаммедұлы және Есет Көтібарұлы бастаған азаттық күресінің сипатына, барысына, нәтижесіне тоқталамыз. 19 ғасырдың ортасында Ресейдің Сырдарияның оңтүстігін және оңтүстік Қазақстанды отарлай бастауы, Сыр өңіріндегі Хиуа хандықтарының өктемдігі олардың өздерінің саяси ықпалын күшейтуге тырысты. Бұл жағдай осы өңірдегі қазақтардың наразылығын туғызып, Жанғожа Нұрмұхаммедұлы бастаған көтерілістің шығуына әкелді. Өйткені Хиуа ханының ұлы Мұхаммед Рахым Аллахұлдың Жаңадария мен Қуандария аудандарында көптеген қамал тұрғызуына орай 1843 жылдың өзінде-ақ Жанғожа Нұрмұхаммедов Қуандариядағы Хиуа бекінісін қиратып, 1845 жылы көктемінде қиратылған бекіністі қалпына келтіруге жіберілген 2000 адамға жуық хиуалық отрядты талқандады. Оның әскерімен Жаңақала бекінісі алынды. 1847 және 1848 жылдары ол Райым бекінісі маңындағы хиуалықтарға тойтарыс беруде орыс әскерлеріне бірнеше рет жәрдем берді. Жанғожа Кенесары көтерілісіне де қатысты. Кейін шынында бұл қозғалыстан кетеді және Кенесарымен бірге созақтағы хиуалықтар бекінісін талқандады. Бір жағынан хиуалықтардың езгісі, екінші жағынан жерсіз қалу кішкентай шекті руының егінші қазақтарын ашық көтеріліске алып келді. Сөйтіп, көтерілістің басшысы Жанғожа Нұрмұхаммедов 1770-1860 жылдары болды. Ол қарапайым еңбекшілер арасында беделді және мақсатты батыр деген даңқты иеленді. Жанғожа болашақ шекті руының басшысы егінші қазақтардың күшті орталық езгіге тап болғанын байқады. Сондықтан көтерілістің басты мәселелерінің бірі жер туралы болды. Ақмешітті 1853 жылы алған соң, казактар мен қоныс аударғандарды орналастыру үшін қазақ жұртының иеленуінен алынған үлкен алаңдарды межелеп бөліп беру мақсатымен Сырдария әскери шебі құрылды. Қазақтарға салықтың түрлері өсті. 1856 жылы патша әскерлері мен көтерілісшілер арасында тікелей әскери әрекеттер басталды. Көтерілісшілерге қарсы форттағы Михайлов, майор Булатовтың көшбасшылығымен патша әскерінің отряды көтерілісшілерге қарсы шабуыл жасады. Ақмешіттен портқа генерал-майор Фитинговтың отряды жіберілді. 1857 жылы 9 қаңтарда Арықбалық шатқалындағы көтеріліске қатысушылар мен Фитингов отрядының арасында шешуші шайқас болып өтті. Нәтижесінде Жанғожаның 5000-ға тарта қарулы салт аттылары болғанымен көтерілісшілер жеңіліс тапты. Жанғожа өзіне Хиуаны Бұхарадан немесе Қоқаннан одақтастар табуға тырысты. Бірақ ол мұны жасай алмады. Арал өңірі қазақтарының көтерілісі шамалы жерлерді қамтыған халық қимылы болды. Оған әр түрлі руларға жататын қазақтардың едәуір бөлігі қатысты. 1860 жылы жазалаушы әскер Қызылқұмның ішіндегі Жанқара көлінің басында отырған Жанғожа батырдың ауылын қоршау қалды. Қанды шайқастың барысында 80-нен асқан Жанғожа батыр жазалаушылардың оғынан қаза болды. 19 ғасырдың 50 жылдары орыс отаршылдарына қарсы Есет Көтібарұлы белсенді күрес жүргізді. Ол Арал теңізіне қарай жылжыған ресейлік әскерге күшті қарсылық көрсетті. Есет Көтібаров 1807-1888 жылдар Көтібар батырдың ұрпағы болатын. 1838 жылы Есет Көтібар Жоламан батырмен бірге орыстардың Елек қамалына шабуыл жасап, ал 1847-1848 жылдары Жанғожа Нұрмұхаммедұлымен бірлесіп Сырдарияның төменгі бөлігіндегі хиуалық және қоғандық жаулап алушыларға қарсы күрес жүргізді. Орынбор билеушілері қайткен күнде де Есетті қолға түсіріп, оған патша үкіметін мойындауға мәжбүрлеуді алдарына мақсат етіп қойды. Жазалаушылар Арал теңізінің оңтүстік батыс жағалауында тұратын көтеріліске қатысушылар мен бейбіт тұрғындарды қатал жазалады.
Орынбор генерал-губернаторы көтерілісшілерді басу үшін жазалаушы отрядтарды бірінен соң бірін жіберіп жатты. 1847 жылдың жазында Жем өзенінің бойында Есет Батыр патша үкіметінің жазалаушы әскеріне тұтқиылдан шабуыл жасады. Патша әкімшілігі Есет Батырды қолға түсіру мақсатымен бірнеше рет жазалаушы әскер жіберді. Сонда да Есет Батыр өз елінің жер жағдайын жақсы білетін ол жазалаушы отрядты адастырып, таптырмай кетіп жүрді. 1855 жылы ол отаршыл әкімшіліктің қолшоқпары билеуші сұлтан Арслан Жантөреұлын өлтірді. Патша үкіметінің сауда керуендері мен бекініс қамалдарына шабуыл жасаумен болды. Есет Батыр тарапынан Хиуамен әскери одақ құру жөнінде жасаған ұсынысы сәтсіз аяқталды. Ресеймен 20 жыл бойы жанқиярлықпен күрес жүргізген Есет Батыр 1858 жылы патша үкіметінің бейбіт шартын өз еркімен қабылдады. Патша үкіметі оның бұған дейін Ресей империясына қарсы жүргізген күресіне кешірім жасады. Ол кейінірек тіпті Ырғыз уездік бастығының көмекшісі болып тағайындалды. 1873 жылы Орынбор отрядының құрамында ол Хиуа жорығына қатысты. Бұл жорық үшін оған жігері үшін алтын медалін иеленді. Есет Көтібарұлы 80 жастан аса өмір сүріп қайтыс болды. Ол Ақтөбе облысының Шалқар станциясына жақын маңда жерленді. Көтерілістің негізгі қозғаушы күші езілген қазақ, қырғыз шаруалар еді. Көтерілістің жеңілу себептері қазақ шаруаларының ұйымдасуының әлсіздігі, стихиялық сипаты, жеке ақсүйек феодалдарының опасыздығы. Көтеріліс жеңілгенімен оңтүстік Қазақстанды Қоқан билеушілерінің озбырлығынан босатып, Ресейдің құрамына кіруіне ұмтылған алғы шарттардың пісіп жетілуіне себепші болды.